алюм есептері бізге күкірт ангидридінің массалық үлесі 10% болатын. Алюм алу үшін 180 грамм суда неше грамм SO3 ерту керек деп сұрап. Енді біз міндетті түрде реакция теңдеуін жазып аламыз. Алдымен күкірттің ангидридіне қосамыз суды, шығады олеум, яғни HCl4 және де күкірттің ангидриді. Осы екеуінің қосындысы бізде олеумды береді. Олеум мына жақта 10% деп тұр. Мына олеум деп тұрғаным ол күкірт ангидриді. Демек 90% бізде күкірт қышқылынікі болады. Енді бізге 180 грамм су берілген. 180 грамм суды жазамын. 180 грамм су және де SO3-ті табу керек. Бізге X1 деп қояды. Енді бізге мына күкірт ангидридінің мрін табу керек. Жақта 32 қосу 16 көбейту 3 шығады 80. Жаққа мен 80 грамм жазам. Және де судың молярлық массасы керек судыкі. Бұл бізде бір көбейту 2 қосу 16 шығады 18. 18. Осы жерден мен пропорция бойынша X1 табам. X1 тең 80-ді көбейтемін 180-ге. 180-ді көбейтемін 80-ге. Бөлемін 18-ге. Калькулятормен есептейтін болсақ 800 грамм болады. Біз қазір күкірт ангидридін таптық. Енді мына жақта қарасаңыздар, SO3 бізде қазір 800 грамм шықты. 800 граммды қосамын 180 граммға. Сонда бізде күкірт қышқылы 980 грамм болады. Әрі қарай, енді мен 980-де 90%-ын дейтін болсам, енді 10%-ды мен табуым керек X2-ні. X2 тең 980-ді көбейтемін 10%-ға, бөлемін 90%-ға. Шығады. 10-ға көбейіп 90-ға бөлетін болсақ, 108-де 8 грамм SO3, яғни күкірт ангидриді шығады. Енді X1 менен X2-ні мен қосамын. X1 қосылған X2 тең 800 грамм қосылған. Мына жақта 108-де 8 граммда. Сонда шығады 908-де 8 грамм.